Сабағымыздың тақырыбы жануарлардың жүйке жүйесінің типтері. Бүгінгі сабағымызда жануарлардың жүйке жүйесінің 4 типіне тоқталамыз. Олары диффузды, бағанды немесе сатылы, түйінді және түтікше тәрізді жүйке жүйесі. Диффузды жүйке жүйесі ең қарапайым, оларда жүйке жасушалар өзара байланысып, нейрон торын құрайды. Тор нейроннан нейронға қосуды баяу өткізеді және ағзаның жауабы дәл емес, көмескі сипатта болады. Бұларға барлық ішек қуыстылардың өкілдерін жатқызамыз. Гидраның тітіркенуіне тоқталатын болсақ, гидраға инені тигізсек, қозу біртіндеп тарап, содан кейін ағзаның жауап ретінде жиырылуын байқауға болады. Бұл үдеріс баяу жүзеге асады. Келесі жүйке типі бағанды жүйке жүйесі. Бұларға жалпақ құрттар мен жұмыр құрттардың өкілдерін жатқызамыз. Жалпақ құрттарда бас шақ бөлігінде жұп бас жүйке түйіндерінен тұрады және екі жүйке бағаны және осы жүйке бағандарын байланыстыратын аралық сақиналардан тұрады. Ал жұмыр құрттарда бас жағында жүйке сақинасы орналасқан, сол жүйке сақинасынан екі жүйке бағаны және аралық сақиналардан тұрады. Жалпақ құрттардың өкілдері мысалы ақ сұламада сипап сезу мүшесі құлақ тәрізді томпайып білінген екі өскіні қалыптасқан. Сол тұста екі қара көзі бар және ол жарықты сезеді. Ал жұмыр құрттардың көпшілігі эндопаразитті тіршілік етеді және оларда жалпақ құрттарға қарағанда сезім мүшелері нашар дамыған және көбісінде көздері болмайды. Келесі жүйке типі түйінді жүйке жүйесі. Бұларға буылтық құрттар, ұлулар, буын аяқтылардың өкілдерін жатқызамыз. Түйінді жүйке жүйесі жұтқыншақ маңы жүйке сақинасынан және құрсақ жүйке тізбегінен тұрады. Жүйке нейрондар бірігіп, жүйке түйіндерін ганглийлер түзеді. Ганглийде шоғырланған нейрондардың денелері жүйке жүйесінің орталық бөлігін құрайды. Мысалы, шұбалшаңның жүйке жүйесіне тоқталатын болсақ, жұтқыншақ үсті және жұтқыншақ асты жүйке түйінінен және құрсақ жүйке тізбегінен тұрады. Олардың әрбір буылтығында жүйке түйіндері орналасқан. Осы себепте буылтық құрттарды түйінді жүйке жүйесіне жатқызамыз. Дәл сол секілді буын аяқтылардың өкілдері шаян тәрізділер, өрмекші тәрізділер, бунақ денелердің өкілдері де жатады. Ал ұлулардың ішінде жүйке жүйесі ең жақсы дамыған түрлері бас аяқты ұлулар типі. Оларға сегіз аяқ, кальмар, каракатица секілді өкілдерді жатқызамыз. Олардың ганглийлерінің мөлшері жеткілікті түрде үлкен және ми сияқты болады. Сол себептен оларда реактивті қозғалыс тән. Келесі жүйке типі түтікше тәрізді жүйке жүйесі. Бұл барлық омыртқалы жануарларға тән, яғни балықтар класы, қосмекенділер, жорғалаушылар, құстар және сүтқоректілер класы өкілдері тән. Жалпы жүйке жүйесін екіге бөліп қарастырамыз. Орталық жүйке жүйесі және шеткі жүйке жүйесі. Орталық жүйке жүйесі ми және жұлыннан тұрады. Шеткі жүйке жүйесі жүйкелер, жүйке түйіндерінен, жүйке ұштарынан тұрады. Эволюция барысында ми бөлімінің дамуы күшейіп, олардың реттегіштік рөлі артты. Жоғарғы сатыдағы омыртқаларының миында жаңа бөлім үлкен ми сыңарының қыртысы дамыды. Бірақ орталық жүйке жүйесі жарақаттанатын болса, бүкіл ағзадағы атқару қызметтері бұзылуына әкеп соғады. Балықтардың жүйке жүйесінде миы 5 бөлімге, яғни алдыңғы, аралық, ортаңғы, мишық, сопақша ми боп бөлінген. Оларда аралық ми едәуір дамыған және гипофиз, эпифиз орналасқан. Қосмекенділердің жүйке жүйесінде алдыңғы ми жақсы дамыған, әрі екі ми сыңарына бөлінген. Оның сыртында алғаш рет ми қыртысының нышаны байқалды. Мишығы нашар дамыған. Ал жорғалаушыларда ми құрылысы күрделене түскен. Алдыңғы ми сыңарының сыртында жүйке жасушаларының шоғырынан ми қыртысы пайда болған. Күрделі қозғалыс жасайтындығынан мишығы жақсы дамыған.
Құстардың миының көлемі үлкен және алдыңғы ми айқын екі ми сыңарына бөлінген, оның сыртында ми қыртысы жақсы дамыған, ми қыртысында сайшалар мен жүлгелердің болуы күрделі шартты рефлекстің түзілуіне ықпал етеді. Ал сүтқоректілердің ми сыңарының сыртындағы көптеген иірім, сайшалар ми қыртысының көлемін ұлғайтады. Ми қыртысы алдыңғы миды тұтасымен жауып тұрады. Енді оқушылар оқу тапсырмасы. Төменде кестеде берілген жүйке жүйесі типтерінің құрылыс ерекшеліктерін және оларға мысал келтіріңіздер. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы. Келесі кездескенше.